Жарайсыңдар балалар. Қанталапай бұл біздің ежелден келе жатқан қазақ халқымыздың ұлттық ойыны балалар, иә? Балалар тағы да қазақтың қандай ұлттық ойынын білесіңдер? Жарайсыңдар қыз қуу. Жарайсыңдар тағы да? Асық ату, жарайсыңдар тоғыз құмалақ, жарайсыңдар теңге алу ойыны балалар, иә? Балалар, мен сендермен теңге алу ойынын ойнағым келіп тұр. Бәріміз бірге ойнаймыз ба? Ал балалар, мен сендерге теңге алу ойынын шарттарын түсіндіріп жіберейін. Бұл теңге алу ойыны біздің қазақтан келе жатқан ата бабамыздың ұлттық дәстүрінің ойынының бірі балалар. Бұл теңге алу ойыны балалар, мына мен шеңберде тұрмын. Қазір мынау ортаға теңге қоржынымды қоямын балалар. Ал балалар сонымен екі командаға бөлінеміз. Біріншісі құлан тобы, екіншісі құлагер тобы. Теңге алу ойыны балалар сендерді шапшаңдыққа, жылдамдыққа баулайды балалар. Енді қазір әуен қосылған кезде айналып қолымыздағы атымызбен айналып жүгіріп ойнаймыз балалар, иә? Кім бірінші, егер әуен тоқтаған кезде кім бірінші осы теңгені қолына алады, сол бала ұтысқа жетеді. Жарайсыңдар балалар, құлан тобы жеңіске жетті. Балалар, біздің алдымызда қандай ойын берілген балалар? Бәйге ойыны. Я балалар, сендер бәйге ойын теледидарын көргенсіңдер ма? Көргенсіңдер, я? Бұл жерде балалар, бұл ойында сендерге берілген түрлі аттармен шабандоздар берілген. Қолдарыңа сол шабандоздармен балалар орау үшін не берілген? Жіп берілген, я балалар? Осы қолдарыңа мен балалар 1-2-3 деп айтам, сол кезде тез-тез орау арқылы кімнің шабандозы бірінші келетін